Нүктенің есептері берілсе, онда mat индукцияда формулалар қолданыстары сәйкес келіп тұрған. Енді не істесем болады мына жерден? Бөлшектің бөлімдегі n квадраттарды жақшаның сыртына шығара аламын. Яғни 1 бөлу n квадратты шығарайын. Сонда алдымдағы сандар қалды, солардың қосындысы қалды. 1-ден n минус 1-ге дейінгі қосынды екен. Енді қараңыздар, мат индукцияның формуласына сәйкес, мен мына жерге черновигі жазып кетемін. 1-ден n-ге дейінгі сандардың қосындысы неге тең еді? n көбейту n плюс 1 бөлінген 2-ге тең еді. Енді бұл жерде n-нің орнында n минус 1 тұр. Яғни осы формуланы 1-ден n минус 1-ге дейінгі сандар үшін жаздым. Демек, мына жерде n минус 1 тұрады деген сөз. Мына жерде міне n минус 1 плюс 1 бөлінген 2 жойылып кетіп, n минус 1 көбейту n бөлінген 2 болады екен қосындысы. Окей, мат индукцияның мына формуласына сәйкес не істедік? Біз мына көп нүктенің жауабы нешеге тең болатынын тауып алдық. Өте оңай есеп екен. 1 бөлу n квадрат, ал жақшаның мәні n минус 1 көбейту n бөлінген 2-ге тең. Ары қарай тоже жақшаны ашамын. Лимит n квадрат азайту n бөлшектің бөлімде 2n квадрат. Дәрежелер бірдей болып тұр. Не істейміз? Алдындағы коэффициенттерді жазуға болады, 2-ден 1. Но біз пока что асықпаймыз. Ең үлкен дәрежені жақшаның сыртына шығарамыз. n квадрат шығады. 1 азайту 1 бөлу n бөлшектің бөлімде 2n квадрат. Міне, қысқарып кетті. Сонымен мына жер 0-ге ұмтылады. Тең. Жақшаның ішінде 1 азайту 0 бөлшектің бөлімде 2. Сонымен 2-ден 1.